Баршаңызға сәлем. Жапония ер адамның жетіспеушілігінен ел кедейлікке ұшырайды. Қызыл оба ауруы белгісіз себеппен барлық жерде тек ер адамдарға ғана әсер етіп, қорқынышты аурудан кейін әрбір 5-ші ер адам ғана тірі қалып отырды. Осыған орай патшалықта матриархат билік ете бастады. Ал Сигунам сарайындағы гаремде денесі мықты әрі сымбатты ер адамдар іріктеліп сарайда қызмет жасады. Сол жерде кедей отбасынан шыққан Юмосин атты жас жігіт қызметке жіберілген болатын. Алайда, шогун сарайында кейіпкерімізді кедейлік пен аштықтан гөрі әлдеқайда азғын тәжірибе күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Киноның атын видеоның соңында таба аласыздар. 1715 жыл ежелгі Жапон ауылында еркектердің жетіспеушілігінен әйелдер еркектердің орнына жұмыс істейді. Олар шөп шабады, үйлер салады, портта жүк тасушы болып жұмыс істейді. Тіпті рикшаларды сүйрейді. Осы кезеңде дәстүрлі костюм киген асыл отбасынан шыққан нәзік қыз жекпе-жек мектебіне асығыс барады. Онда бамбук қылыштармен дайындық шайқасы болып жатыр. Қарсыласқа аяусыз шабуыл жасап, шаршауды ұмытқан жас жігіт семсерлесуге келесі сарбазды ортаға шақырады. Алайда онымен күресуге ешкімнің батылы болмайды. Оларды түскі ас әкелген қыз құтқарып қалады. Юмосин атты жігіт күріштен жасалған тамағын сүйсіне жейді. Балалық шақтағы досының оған көп жұмыс істеудің қажеті жоқ. Әйтпесе ол ауырып қаласың дегенде, мақтаншақ жігіт ризашылықтың орнына қыздан енді оған келмеуін сұрайды. Оның шынайы сезіміне осындай жауап бергеніне ренжіп, кедей жігітті жалғыз қалдырып кетіп қалады. Түнде Юмосин оба салдарынан күйеуі мен ұлынан айырылған кедей әйелдерді жүкті болуға көмектеседі. Таңертең үйге оралғанда жас жігіт отбасымен бірге күрішпен таңғы ас ішеді. Анасы оған ауқатты дворянның қызына үйлену туралы жақсы ұсыныс түскенін хабарлайды. Болашақ қалыңдық үшін жұбайының сыртқы тартымдылығы өте маңызды, ал отбасының жағдайына қарамайтындығын айтады. Оған 19 жастағы Юмосин анасына бұл ұсынысты қабылдамайтынын, одан да әпкесіне тез арада күйеу іздеуді айтады. Отбасын аштықтан аман алып қалу үшін түрлі жолдарды іздей бастаған жас жігітті бала кезден бергі досы серуендеуге шақырады. Юмосинге дос қызы жігіттің ауылдағы әйелдер арасында өте танымал екенін қызғанышпен айтады. Жігіт екеуінің қоғамдағы жағдайдың тым өзгеше болуына байланысты бірге бола алмайтынын түсіндіреді. Оның осы сөздерінен ренжіген қыз кедей жігітті жалғыз қалдырып кетіп қалады. Алайда бұл жанжал Юмосинге бұдан әрі не істеу керектігін анықтауға көмектеседі. Ол үйде нақты шешімге келіп, сарайға барып қызмет етуге дайындалады. Жас жігіт мұны жақсы жалақы алатындығымен және кедей жанұясын аштықтан алып қалатындығымен түсіндіреді. Анасы мен әкесі өз баласына ақ жол тілеп шығарып салады. Дос қызы Юмосиннің шешімі туралы біліп, оны соңғы рет көруге асығады. Бірақ жолда тасқа сүрініп, қыздың аяқ киімі жыртылады. Жылап отқан қызға кенеттен Юмосиннің өзі келеді. Оның сыртқы келбеті өзгергенін көргеннен кейін ол шынымен қызметке кеткенін қаламайтынын айтады. Қыз ашуланады. Оған Юмосин алғаш рет өзінің шынайы сезімдерін көрсетіп қоштасады. QoQ сарайында Юмосинді жатын бөлмесінің қызметшісі Мацусима қарсы алады. Оны қызметке қабылдап, министрлер иерархиясының қалай жұмыс істейтінін егжей-тегжейлі түсіндіреді. Сондай-ақ Мацусима жаңадан келген адамды көп жұмыс істеуге кеңес береді. Содан кейін барып патшайымның қасында қызмет ете аласың дейді. Жатын бөлменің қызметшісі Юмосинге олардың қандай жұмыс жасайтынын көрсетеді. Тігін тігеді, үйлерді тазалайды және тамақ жасау сияқты қыз бала арналған жұмыстарды айтады. Жас жігіт сарайда ер адамдарға толы екенін көріп, елдегі болып жатқан ерлер қауымының жетпеушілігін ұмытып кетуге болатынына таң қалады. Осылай әңгімелесіп келе жатқан Мацусима сұр кимоно киген байсалды адамға құрметпен тағзым етеді. Оның айтуынша, бұл Фудзинами өзі гаремде болып жатқан барлық нәрсені басқаратын ең беделді адам. Барлығын түсіндіргеннен кейін Мацусима Юмосинге осы сарайдағы сен көрген немесе естіген нәрсенің бәрі құпия болып қалуы керек дейді. Егер бұл ережені бұзса, онда оны өлім күтеді. Содан кейін Юмосин өз деңгейіндегі басқа қызметшілермен жолығуға барады. Бір топ ер адамдар оның бір түрлі шаш үлгісі үшін мазақ ете бастайды. Тек оны Сугацито есімді жігіт жылы шыраймен қарсы алады. Жұмыс киімдерін беріп, күнделікті міндеттерді бастауға көмектеседі. Шаңды тазарту, костюмдерді хош иістендіру және едендерді жуу. Жұмыстардың жеңіл екенін айтып, Юмоси Сугацитоға қарапайым өмірде әлдеқайда қиын жұмыс істегенін айтады.
Күндізгі міндеттерін орындағаннан кейін жұмысшылар түскі асқа барады. Онда жігіттердің бірі Юносиді мазақ қылып, одан күрішті Мацусима мырзаның бөлмесін апаруын сұрайды. Жалған тапсырманы орындай отырып, Юноси бөлмеде құшақтасып жатқан екі адамды көріп қояды. Мацусиманың бөлмесіне түскі ас барып қойғанын біліп, қайтар жолда оны алдаған жігіттерден таяқ жейді. Түнде ұйықтап жатқан Юносинге 3 жігіт тиісіп, енді түнгі кезекке тұруды тапсырады. Алайда Юносин олардан бас тартып, жауларын бір жола қорқытып тастайды. Келесі күні таңертең Юноси бамбук қылыштарымен шайқасқан таныс дыбыстарды естиді. Жаттығуды қарап отырып, бұрынғы дайындықтарын еске түсіріп, қолындағы сыбырғышымен дайындалғанын сарайдағы беделді Фудзинами көріп қалады. Ол оны мақтап, сабаққа қатысуға және шәкірттердің бірімен күресуге шақырады. Оның қарсыласы бұрын Мацусиманың бөлмесінде көрген Цуруока болады. Қатысушылар жаңадан келген жас жігіт жеңіледі деп ойлайды. Бірақ Қызыл мен толқу Юносиге жауды оңай жеңуге көмектеседі. Жылдам жеңгеніне қарамастан, жас жігіт Цуруоканың семсерлесу шеберлігіне таңданып қол алысуды ұсынады. Жігіттің достық ниетінен бас тартқан Цуруока барлық қатысушылардың алдында QoQда семсерлесу шеберлігі соншалықты маңызды емес, одан сыртқы келбеттің сұлу болғаны маңызды деп ашық айтады. Осы сөздерді айта отырып, Цуруока QoQдағы дәрежесін түсіріп алады. Мацусима оған енді маған жолама деп айтады. Қарапайым Юносин керісінше келесі күні таңертең өте танымал болады. Оның жекпе-жектегі жеңісі туралы әңгімесі сарайда тез таралады. Оларды жоққа шығарып, қадір қасиетін қалпына келтіргісі келген Цуруока Юносинді тағы да жекпе-жекке шақырады. Тек осы жолы жауынгерлік қарумен күресуді ұсынады. Бірақ бұл жолы қылышын қабығынан да алмаған Юносиннен тағы да жеңіліске ұшырайды. Екі рет ұятқа шыдай алмаған Цуруока өзіне харакири жасауға бел буады және оның өлімге әкелетін азаптарын көріп, Юносин оны көп қиналмасын деп өлтіре салады. Уақыт өте Жапонияда қыс келді. Ол кезде Ока нағыз трагедияға ұшырады. 7-ші император Токугава мен Цугу аурудан қайтыс болады. Мұрагер ретінде Ки провинциясынан Юсимуна ханым сайланды. Ол бірден жаңа билікті өзгертуге бет алды. Бірінші бұйрығымен есептеуші Юсимуна елдегі ауыр экономикалық дағдарыс кезінде Сигунға қымбат киім дайындаған кеңесшіні қызметінен айырады. Гарем оқуға бару міндеттерін елемей, жаңа билеуші қаланы және оның тұрғындарының өмірін өз бетінше зерттей отырып, жұмысқа құлшыныспен енеді. Юсимуна бұл жағдайды өте ауыр деп санайды. Ауруға шалдыққан жас жігіттердің аналарының қолында өліп жатқанын көреді. Оның үстіне тіпті ауырып жатқандардың көпшілігі денелерін жүкті болғысы келетін әйелдерге сатуға мәжбүр болғандарды көреді. Сарайға оралғаннан кейін Юсимуна елдегі болып жатқан жағдайды тезірек қалпына келтіруді ойлайды. Дәл осы уақытта Юносидің қызметі жоғарылағанын Фудзинами айтады. Бұл оның биліктегі ханымға қызмет етуге лайық екенін білдіреді. Басқа қызметшілер бұдан былай оған құрметпен тағзым етеді. Юноси ең алдымен қара костюмге тапсырыс береді, өзімен бірдей лауазымды қызметшілермен кездесуге келеді. Сарайда көптен күткен патшайым мен қызметшілердің кездесуі өтеді. Олар түрлі түсті қауырсындары бар үлкен қанаттарға ұқсайтын ең жақсы костюмдерін киіп, залға жиналады. Әр адам ерекшеленіп, ханымның назарын аударғысы келеді. Тек Юноси ғана қара түстегі костюммен барады. Фудзинамидің өзі оған ережелерді айтады. Егер патшайым кімнің есімін сұраса, онда ол патшайыммен бірге бір түн өткізу керектігін айтады. Қоңыраулар сылдырлап, патшайымның келгенін білдіреді. Олар өз орындарында асығыс орналасады. Есік ашылып, Юсимуна патшайым шығады. Юсимуна жүріп келе жатқан кезінде күтпеген жағдай орын алады. Абайсызда көйлегінің бөлігі еденге кіріп кетеді. Әрі қарай жүру үшін тез жиналған патшайым біреудің күлкісін естиді. Юсимуна кімнің мазақтап күлгенін білгісі келеді, бірақ ешкім мойындамайды. Ал Юноси көршісін жаппақ болып, кінәсін мойнына алады. Патшайым одан басын көтеруді сұрайды, және оның әдемі жүзіне таңданып біраз тұрып қалады. Ер жүрек қызметшіге жаза берудің орнына оның есімін сұрайды. Оку кодексіне сәйкес, патшайымға тіке қараған адам онымен алғашқы түнді өткізіп, содан кейін оның басын кесіп өлтіреді. Фудзинамидің өзі жас жігітке оның отбасына өлімнің нақты себебін айтпайтынына, ал оның жанұясына кедейліктен құтқару үшін ақшалай көмек беріп тұратынына уәде береді. Мұны естіген Юноси тағзым етіп, тағдырын қабылдауға мойынсұнып келіседі. Кейінірек ол Угиситамен болған оқиғаны талқылайды. Ол бұл алдын ала жоспарланған арнайы жоспар деп санайды. Фудзинамидің өзі Юносидің қызметін әдейі көтеріп, оны өлімге апарды, әйтпесе оның орнына қазіргі қызметшілердің бірі болар еді.
Олардың барлығы бай асыл отбасылардың ұлдары, ал олардан Фудзинами ақша алып отырды. Өлім жазасына кесілгенге дейінгі түнде Юноси өзінің сүйіктісі Онобуды есіне алады және оған өзінің сезімін ешқашан мойындамағанына қатты өкінеді. Содан кейін жас жігіт өз міндеттемелерін орындауға дайындалады. Сугисита есіне дайындалуға көмектеседі, арқасын жуады, шашын тарайды және макияж жасайды. Түн болған кезде Юноси патшайымның бөлмесіне барады. Оның артынан Юсимунаның өзі де келеді. Ол бұл кодекс туралы білмегенін айтып, жас жігіттің тағдырына балта шапқан үшін одан кешірім сұрайды. Ал Юноси бұл істің алдын ала жоспарланғаны және мен бұл жоспардың құрбаны болып жатқанын толық ашып түсіндіреді. Келесі күні Юноси өлім жазасына кесіледі. Нағыз самурай қорықпайтын жас жігіттің басына өткір қылышта келеді. Жанұясына ұлының кенеттен қайтыс болғаны және оның лайықты қызмет атқарғаны туралы хабарланады. Онобу сүйіктісінің қабіріне гүлдермен және күріш тағамымен келіп, қатты жылайды. Әрі қарай өмір сүруге уәде беріп жатқан кезде Юноси сап-сау күйінде келеді. Тек қазір ол Синчетти есімді саудагер және ол ақыры Онобуға сезімін білдіріп, үйленуге ұсыныс тастайды. Негізінде патшайым жігіттің өмірін сақтап қалып, тек сарайда оның есімі ғана қайтыс болды. Содан кейін патшайым барлық ер адамдарды қызметтен босату туралы шешімін жариялап, бай адамдар мен самурайлардың балаларына қарағанда нағыз елді қорғайтын, жанұя құрғысы келетін жігіттерді жұмысқа аламын дейді. Достар, видеоға лайк басып, каналға жазылуды естен шығармаймыз. Ал сіз жас жігітті өлімге қияр медіңіз, пікір алаңына жаза кетіңіз. Бүгінгі талқылаған фильмнің аты Сёгун леди и мужчина.